Әлемдік геосаясат жаңа кезеңге өтуде. Ірі державалар арасындағы бәсеке күшейіп, халықаралық жүйе қайта қалыптасып жатыр. ақш-тың рөлі өзгере ме? Таяу шығыста жаңа қауіпсіздік жүйесі құрыла ма? Қытай мен басқа ойыншылардың ықпалы қаншалықты артады? Жаңа халықаралық тәртіптің негізгі бағыттарын шығыстанушы Жанат Момынқұловпен бірге талқылаймыз. Әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Барыс Медиа, студияда Нигара Джандиева. Соңғы айларда әлемдік геосаясатта күрделі өзгерістер болып жатыр. Таяу шығыстың шиеленісі, ақш пен одақтас арасындағы пікір қайшылықтар, Қытайдың күшеюі, мұның бәрі жаңа халықаралық тәртіптің қалыптасып жатқанын көрсетеді. Бұл өзгерістер тек аймақтық қана емес, сонымен қатар экономикалық, жаһандық қауіпсіздікке және жалпы орталық Азияға да әсер етеді. Бұны біз бүгін сол мәселелерді шығыстанушы Жанат Момынқұловпен бірге талқылаймыз. Саламатсыз ба, Жанат мырза? Саламатсыз ба? Момынқұлов Жанат Байжомартұлы, саясаттанушы, Евразия ұлттық университеті саясаттану кафедрасының бұрынғы меңгерушісі, шығыстанушы, философия ғылымдарының кандидаты. 2022 жылы ақш Миннесота университетінде ғылыми тәжірибеден өткен. Кәсіби тәжірибесі Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының бас ғылыми қызметкері, кәсіби даму институты директорының орынбасары. 2013-2014 жылдар аралығында Қожа Ахмет Яссауи атындағы Евразиялық ғылыми зерттеу институты директорының орынбасары, Түркістан облыстық филиалының директоры. 2014-2018 жылдар аралығында Халықаралық түрік академиясының сарапшы, кейіннен аға сарапшысы қызметін атқарған. Құрметті көрермендер, эфир бастамас бұрын арнамызға жазылып, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы эфирдің сілтемесін достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлесіп отырыңыздар. Қазіргі таңда сарапшылар жаңа халықаралық тәртіп дейді. Жалпы бұл ұғым саяси процестермен байланысты, нақтырақ тоқталатын болсақ, бұл қандай тәртіп және әлем қандай жүйеге өтіп жатыр? Рас айтып отырсыз, әлем қазір аласапыран, мына Ирандағы соғыспен бірге мына жабық проблемаларды көрсетіп берді. Біріншіден, НАТО, Американың одағының ішіндегі жіктелістер туралы айтуымыз керек. Екіншіден, Иран мәселесінің өте күрделілігі, Иранның қандай күрделі мемлекет екенін әлемге паш етті. Сонымен қоса, жаһандық экономикада болып отырған жіктелістер, бөліністер, тұралау, стагнация, үлкен рисктер туралы айтуымыз керек. Сонымен қоса бірнеше факторларды атап өтуге болады. Мысалы, Қытайдың жасырын рөлінің күшеюі сияқты, жаһандық, ғаламдық кризис, басқару кризис деп айтуға болады. Энергетикалық үлкен шок, кешегі мына Ормұз бұғазының жабылуы жаһандық экономиканы тоқтатып тастады. Бүкіл тыңайтқыштар, ауыл шаруашылығы үшін қажетті заттар өтпей қалды. Мұнайдың 20%, газдың 20% өтетін осы Ормұз бұғазы әлемдік экономика, әсіресе мына ASEAN елдері, Азия мемлекеттері, Африка елдері үшін өте қажетті тауарлардың өтпей тұрып қалуына әсер етті. Бұл алдағы кезеңде 26-27 жылдарда аштық болуы мүмкін әлемде, ауыл шаруашылығы кризисі болуы мүмкін. Өйткені әлемдік мынау жеткізілім тізбектері, өндіріс тізбектері өзгеріп жатыр. Иранның жасаған сюрпризі ана ядролық бағдарлама немесе баллистикалық бағдарламадан көрі ең үлкен проблема осы Ормұз болып тұр. Бұл Ормұзды Америка, одақтастары, әлемдік қауымдастық Иранға ықпал ете отырып аша ала ма? Ол бүгінгі болатын келіссөздерге тікелей байланысты. Сонымен қоса Иранның өте қатаң режим, яғни гарнизон мемлекет ретінде дамып отырғанды айтуымыз керек. Әсіресе мына
натоның ішіндегі бөлініс туралы айтуымыз керек. Кеше Трамп Ормұз бұғазын ашуға Қытайды, Жапония, Оңтүстік Корея, Еуропа елдерін шақырды көмекке. Бірақ олар келген жоқ. Америка амалсыздан бұл соғысты келіссөзге қарай бұруға мәжбүр болды. Яғни әлем астан кестең болып жатыр қазір. Мына Американың беделі, авторитеті осы 90 жылдардан, 2000 жылдардан бері қарай құлдырап келе жатыр. Ол туралы Америкада сарапшылардың арасында пессимизм бар. Яғни Американ гегемониясының құлдырауы деген сияқты көптеген кітаптар жазылды, авторлар шықты. Бірақ біз дәл қазір осының негізгі симптомдарын көріп отырмыз. Қытай мен Ресейдің арасындағы жақындасу туралы айтуымыз керек. Осы Иран конфликтінің негізгі бенефициар пайда көріп отырғандары осы Ресей мен Қытай болуы мүмкін. Өйткені Қытай соғысқа араласпай Американың беделін Иран арқылы түсіру жағдайында отыр. Сонымен қоса гуманитарлық дағдарыс туралы айттым, азық түлік. 40 миллионға жуық адам аштық қаупінде. Сонымен қоса соғыс аймағынан тыс елдер де зардап шегуде. Яғни Иранның жасап отырған шантажы, менің кемем батып бара жатса барлықтарыңды батырам деген, яғни жаһандық экономикаға қатты әсер ететін болады. Логистикалық жолдар, Ормұз бұғазынан бөлек альтернатива балама жолдарды іздеуге тура келеді. Түріктің сарапшыларының айтуы бойынша қазіргі натоның ішінде келесі бір бөлініс бар. Яғни Еуропа одағы, Ұлыбритания бөлек бір бағыттадан келе жатыр. Содан бөлек таяу шығыста Пакистан, Египет, Түркия, Сауд Арабия сияқты елдер жаңадан бір аймақтық күш ретінде қалыптасуы мүмкін. Яғни халықаралық жүйе, халықаралық құқық әлсіреп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымына параличте, халықаралық нормалар бұзылып жатыр. Ережесіз бір әлемге қарай өттік. Иран кризисі соның бәрін айқын көрсетті. Ең маңызды қорытынды бұл жерде жүйелік үлкен бір проблема. Америка өзінің лидерлігінен саналы түрде ажырап жатыр. Яғни бұл өзгерістер өзегінде ірі державалардың рөлі қайта қаралып жатыр, әсіресе ақш дейсіз. ақш-ның жаһандық рөлі әлсіреп жатыр, нақтырақ айтсақ, натоның ішіндегі ақш-ның рөлі қазіргі кезде қандай? Және ақш-тың натодан шығуы мүмкін деген пікірлер де бар. Мұндай сценарий қаншалықты шынайы деп ойлайсыз? НАТО осы күйінде сақталуы қиын сияқты көрінеді. натоның ішінде белгілі жіктеліс бөлініс бар. Жаңа айтып өттім, Европаның қауіпсіздігі мәселесі Украинамен бірге Ресеймен байланысты болады. Яғни Ресей тежеу Украинаның мойнында, сонымен қоса европалық мемлекеттер, Ұлыбритания осы мәселемен айналысады, осы мәселемен басы қатады. Ал таяу шығысқа келетін болсақ, ол да Американың жаһандық жетекшілігінің әлемді басқарудың тетіктерінің бірі, Араб Парсы шығанақ елдері. Ол жақта Израиль, жаңа біз айтып өткен Сауд Арабия, Түркия сияқты елдерге арқа сүйеуі мүмкін. НАТО бөлініп кетеді деген әңгіме жоқ, бірақ бөліністер ақырындап басталған сияқты көрінеді. Жабық телеграм каналдарында бұрындары сарапшылар натоның жақын арада ыдырайтыны туралы, тіпті Американың құлдырайтыны туралы айтқан кезде мен сенбеген, күлген болатынмын. Қазір енді Американың да натоның да құлдырау туралы айту ерте, бірақ Америка өзі екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрған жаһандық, халықаралық, қаржылық, құқықтық жүйені өз қолымен саналы түрде сындыруға мәжбүр болып отыр. Трамптың бүгін былай сөйлеп, ертең алай сөйлеуі бұл әлемдік экономикаға да, әлемдік геосаясатқа да хаос алып келіп отыр. Әлем тұрақсызданып бара жатыр. Бұл жаңа бір нормальность, жаңа бір нормалды, қалыпты жағдайға қарай айналып келе жатыр. Әлем барған сайын тұрақсыз болып келе жатыр. Осы жағдайда натоның негізгі миссиясы КСРО-ға қарсы, коммунизмге қарсы болған. Ал қазіргі жағдайда Қытайға қарсы болу керек еді негізі. Бірақ Америка кеше Иран мәселесінің өзінде батыс елдерін біріктіре алмады. Өйткені батыс елдерінің мүдделері алшақ.
яғни Ұлыбританияның мүддесі және де Европаның мүддесі Ормуз бұғазына тәуелді болғандықтан, мұнай өтетін, әртүрлі тауарлар өтетін өткелдер Европа үшін де маңызды болғандықтан, олар қазір өзінің Европаның қауіпсіздігі, энергетикалық қауіпсіздігі, миграциялық жағдайы және де өзінің мүдделерін есепке алады да, олардың да барлауы бар, олардың да есептеу, бағалаулары бар. Сондықтан да олар әлемді басқаша көреді, Европа одағы. Ал Америка болса, оның көзқарасы басқаша. Америка бұрынғы өзінің жүйесін сақтап қалғысы да келеді, бір жағынан гегемониясын, бірақ қолынан сытылып шығып бара жатыр. Өйткені араб елдері кеше Иранға қарсы қорғаныс көрсете алмады. Енді араб елдері, әсіресе мына қорғаныс қауіпсіздік саласында, жаңа айтып өткен Пакистан сияқты ядролық қаруы бар ірі күштер, Түркия сияқты ірі әскери держава, сонымен қоса Израильмен де жұмыс жасайды кейбір мемлекеттер, әмірліктер сияқты басқа елдер. Сонымен қоса Египет, араб елдерінің ішінде ортақ бір армия құрмаса, өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмай қалатын болады. Яғни Американың таяу шығыстан шығу туралы айту ерте, бірақ рөлі әлсірей ме, жоқ әлде керісінше күшейе ме деген сұрақ қой, негізгі сұрақ. Егер Иран мәселесінде Америка Иранды көндіріп, режимді жұмсартып, Иранның мұнайын алып, мұнай бойынша келісіп, Ормуз бойынша бәлкім Иранға белгілі бір көзірлерді қолына ұстата отырып, өзінің рөлін сақтап қалатын болса, ол жағдайда көп ештеңе өзгермейді араб елдері тұрғысынан. Әмірліктер, Сауд Аравия бәрібір де Американың технологиясы, әскери қолдауында, әскери қорғанысында болады. Бірақ ол бірте-бірте өзгереді. Бірте-бірте бұл трансформация басталды. Европада ВПК әскери кешен жұмыс жасай бастады. Сондықтан да әлем қазір фрагментацияланып барады. Америка расында да өзінің Монро, Донро доктринасына сәйкес батыс жарты аралында, жарты шарында үлкен иелік ететін болады. Ал енді мына Евразияда өзінің партнерлеріне қалдырып кететін сияқты жағы. Пар шығанағында араб елдеріне, ал енді Европада Ұлыбритания, басқа да Франция, Германия сияқты, Польша сияқты елдер үлкен бір рөлді алатын сияқты көрінеді. Ресей әлсіретілді, Иран да белгілі мағынада әлсіретілді. Және де үлкен фактор бұл Қытай. Қытай Ресеймен бірге қандай жоспары бар, осы Евразия бойынша? Және де Қытайдың астыртын ойындары қандай? Кеше Иранды жанама түрде қолдады. Бұл Иранның бір жағынан қарасаңыз жеңілмеуіне де алып келді. Енді Иран жеңілмеді дегенмен Иран бәрібір де әлсіреді. Өйткені талай соққы жеді, лидерлерінен айырылды. Бірақ Иранның мәдениеті сондай, шиизм мәдениеті сондай, олар өш алудан күш алады. Яғни оларда мына мученичество дейді, яғни құрбан беру, немесе сол өзінің ұлты, діні үшін таяқ жеу деп айтайықшы, үлкен бір күш береді оларға. Керісінше олар қырсығып, содан күш алады, және де мына Иран жағдайында өздері көрсетіп отыр. Яғни әлемге шынайы күшін көрсетті Иран. Көптеген сарапшылар біз жаңылысқанымызды айтуымыз керек кейбір тұстарда. Өйткені Иран гарнизон мемлекетке айналып кетті, яғни әскери мемлекетке айналып кетті. Бұрынғыдан да радикалды. Бұл енді қашанға дейін болатыны туралы айту қиын. Бәлкім алдағы кезеңде трансформациядан өтеді, ішкі саяси салмақ бар, және де мына соғыстың әсерлері бар. Біраз өзіне келу керек, қалпына келу керек. Ол үшін қаржы қажет болады, уақыт қажет болады. Енді қысқаша қайырып айтқан кезде бұл жаһандық жүйелік дағдарыс, бұл тек қана Иранға ғана қатысты нәрсе емес, ол екінші, үшінші деңгейдегі әсерлері әлдеқайда маңызды. Мына әлемдік тәртіп жағынан қалыптасып жатқан кезде, әсіресе мына энергетикалық шок, мына жаһандық экономикалық дағдарыспен, мына Ормуздың айналасында мұнайдың бағасының тұрақсыздығы, одан кейін әлемдік экономикада стагфляция, жаңағыдай рецессия тууы мүмкін деп жатыр қазір. Өйткені барлығы байланысты болып кетті, және де әлемдік жүйенің өте олқы, әлсіз тұстарын бұл кризис көрсетті. Иран бір жағынан қарасаң әлсіреп жатқанымен, бірақ бір жағынан қарасаң күшейді деп айтуға болады. Өйткені олар әсіресе мына келіссөз үстелінде оларды жеңу мүмкін еместей қиын. Яғни саудагер халық, олар саудаласуды жақсы көреді, олар созып, максималист талаптарын қоя отырып,
Америкамен келісімге келмеуі де мүмкін. Сондықтан да Америка қазір бір жағы тығырықта, Харк аралына үлкен операция жасай ма, мына атысты тоқтату туралы уақытша келісім сақтала ма, жоқ әлде бұзыла ма, ол да өз алдына үлкен сұрақ. Ал НАТОға келетін болсақ, НАТОның ішінде белгілі бір сенімсіздік те бар. ақш өзінің одақтастарын өзі бастаған соғысқа тарта алған жоқ. Өйткені Американың тарихында Америка кейбір мемлекеттерді өзінің соғысына тартады. Сол кезде ол мемлекеттер ол соғысқа қатысып, айталық Түркия кезінде оңтүстік Кореяда соғысты. Сол жерде қан берді, үлесін қосты, сол арқылы НАТОға қабылданды. Ал енді мына жағдайда Жапонияда, оңтүстік Кореяда бүкіл одақтастары Үндістан бар, ешкім Американы қолдаған жоқ. Бұл деген сөз Американың альянс жүйесі шытынады деген сөз. Американың альянс жүйесі бұрынғыдай жұмыс жасамайды деген сөз. Яғни жаңа заманға бейімделеді деген сөз. Және де Америка бірнеше блоктардан тұратын НАТО туралы айтуымыз керек. Мысалы, Европа өзінің стратегиялық автономиясына ұмтылуда. Бұл альянстың ішіндегі бір дағдарыстардың бір симптомы, белгісі деп айтуға болады. Ал енді Ресей мен Қытайға келсек, бұлар энергетикалық жағынан да, және де мына экономикалық жағынан да болашақта күшею мүмкіндігін қолына ұстаған сияқты. Әсіресе Қытай туралы айтып тұрмын, өйткені Ресейдің жағдайы белгілі. Қытай әліптің артын бағып, Ресейдің артында, Иранның артында айтақтап, перденің артынан басқарып отыр. Америкаға қарсы екі үлкен аймақтық держава Ресей мен Иранды салып қойып, Американың таяу шығыстағы және Европадағы рөлін әлсіретумен келе жатыр. Және енді бұл айтып өткендей Біріккен ұлттар ұйымының кризисі, халықаралық нормалардың кризисі туралы айтып жатырмыз. Бұның бірнеше әсері болады. Яғни бір-екі жылдағы әсері болады, екінші тәртіптегі әсерлер дейді. Немесе үшінші тәртіптегі әсерлер, олар 2027, одан кейін келетін әсерлер болады. Үлкен бір кризис туралы айтуымыз керек. Енді бұл Иран соғысы, бұл аймақтың жаһандық тәртіптің қайтадан қалыптасып жатқанын нақты көрсететін жүйелік дағдарыс деп айтуға болады. Ал қазір мысалы жаңа әскери одақтар туралы да болжаулар бар. Яғни ислам НАТОсы секілді бір құрылымның пайда болу ықтималдығы бар ма? Менің ойымша бар. Өйткені Пакистан мен Сауд Арабияның арасында НАТОның 5-ші бабына ұқсас бір-бірін қорғайтын жаңа бір қорғаныс механизмі іске қосылып жатыр. Түркия Сауд Арабиямен және де араб елдерімен жақындасып, әскери салада, техникалық салада өзінің рөлін күшейтіп жатыр. Түркияның рөлі өте маңызды. Түркия Европаның НАТОсында да қатысады, және де мына таяу шығыстың НАТОсында да қатысады. Америка бұл аймақтан тез кетіп қалмайды, өйткені өзінің әскери базалары кеше Иран тарапынан ұрылса да, зақым келтірілсе де, бірақ оны қайттан қалпына келтіріп, өзінің рөлін қалай болса да сақтап қалуға тырысады. Бірақ Ормұз бұғазы және де мына Иранның режимінің құламауы, бұл үлкен бір проблема болып тұр. Америка үшін де, және де Израиль үшін де. Израильдің қауіпсіздігі мәселесін ұмытпаймыз, өйткені бұл соғыстың басталуының негізгі себептерінің бірі Израильдің қауіпсіздік мәселесі. Былтыр соғыс болды 2025 жылы, одан кейін осы жылы. Алдағы кезеңде де болады бұл соғыс. Үшінші раундтарын көруіміз ғажап емес, өйткені Израильдің қауіпсіздік мәселесі. Иран барған сайын баллистикасын, ядролық қаруларын, проксилерін күшейте отырып, таяу шығыста өзінің болашақта 5-10 жылдың ішінде қайттан қалпына келтіріп, ықпалын арттыра беретін болады. Өйткені Иран дегеніміз жай әскери күш емес. Иран дегеніміз үлкен идеологиялық күш. Иран дегеніміз ол ұлтшылдық пен діншілдіктің араласып кеткен шиизм идеологиясы, революция идеологиясы, эсхатологиялық, қиямет қайым болардың алдында Иран әлемге көрсетеді. Әсіресе бірінші кезекте сунни мемлекеттеріне үлкен соққы жасайды, үлкен хаос туғызады, және оның лидеріне айналады. Одан кейін басқа да Израильге, өзінің дұшпандарына, үлкен шайтан деп атайтын дұшпандарына ойсырата соққы береді деген сондай діншіл ойлары бар, жоспарлары бар. Бұл Иранның мемлекеттік идеологиясы, 12 имам доктринасы. Сондықтан да біз Иран деген кезде өте күрделі бір күшті көріп отырмыз. Оған қарсы балама ретінде Сауд Арабия бар, жаңағы мен айтқан Египет, Түркия, Пакистан бар. Сунни мұсылман мемлекеттері
өз алдына бейбітшіл немесе айталық қорғаныс мақсатында бір блок альянс құрмайтын болса, ол жағдайда бірінші әмірліктерден бастауы мүмкін. Яғни бүкіл әлемдік мына орталықтардың бірі, қаржылық орталықтардың бірі, хаб, туристік орталықтардың бірі болып отырған әмірліктерге Иран болашақта зиян келтіруі мүмкін. Өйткені әмірліктер Иранның тұрғысынан өте жаман үлгі болып отыр, ал шын мағынасында әмірліктер, Қатар, Сауд Аравиясы, олар сунни араб мемлекеттер ретінде олардың мақсаты өз-өзінің қорғанысын қамтамасыз ету. Өйткені бір жағында Израиль отыр, Америка, Иран, бұл аймақта тұрақсыздықтың болуына тікелей әсер ететін үш фактор, осы үшеуі. Оған енді болашақта Қытайды қосыңыз, басқа Ресей болды бұрындары. Сондықтан да таяу шығыста болатын жағдай Орталық Азия үшін өте маңызды. Иранда болатын жағдай Орталық Азия үшін өте маңызды. Болашақта сунни мемлекеттерінің белгілі бір бірлестігі, белгілі бір ықпалдастық механизмдері болуы тиіс деп мен ойлаймын. Түркияның маңызы өте зор. Түркия өзінің жоспарларын қазір қайта қарап жатыр. Иранның әлсіремей өзінің күшін сақтауы және де оның алдағы кезеңде күшін арттыра беруі бірінші кезекте Түркия үшін, түркі мемлекеттер ұйымы үшін, маңайындағы сунни араб мемлекеттері үшін өте зиянды болады деп мен болжаймын. Өйткені Иранның аймаққа беріп отырған, ұсынып отырған моделі қандай? Иран аймаққа не ұсынады? Әмірліктер аймаққа белгілі бір модель ұсынып отыр. Яғни Израильмен жақсы қарым-қатынас, Үндістанмен жақсы қарым-қатынас, және де туризм, қаржы, авиа саласында, байланыс саласында үлкен бір байланыстылық, бейбіт жағдайда даму моделін ұсынып отыр. Ал Иран қандай модель ұсынады? Иран кісерді ұсына ма, жоқ әлде қарсыласу идеологиясын ұсына ма, Орталық Азия үшін мысалы. Сондықтан да біздің Орталық Азияның мемлекеттері Қатармен, әмірліктермен басталған 25 миллиард долларлық келісімдеріміз бар. Сол аяғына жету керек. Өкінішке орай Қатар қатты зақымдалды. Осы Иранның соққысынан 20% экономикасы бір күнде жоқ болды. Әмірліктерде үлкен соққылар алды. Израильге қарағанда әмірліктерді 5 есе көбірек ұрды Иран. Бұл деген сөз араб елдері Иран үшін ең басты дұшпан деген сөз. Бұл өз кезегінде таяу шығыста ислам НАТО-сының құрылуына алып келуі мүмкін. Ал Жанат мырза, бағана айтып кеткеніңіздей, араб елдерінің басты мақсаты ол қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бүгінде араб елдерінің қауіпсіздігін кім қамтамасыз етіп отыр? Бүгінгі күнде араб елдерінің қауіпсіздігін ақш қамтамасыз етіп отыр. Келісім бойынша мұнайдан түскен пайданың 50% Американ, Британ компанияларына кетеді, жартысы сол Эмират, Сауд Аравияға кетеді. Сондықтан осы мемлекеттер өте бай болып отыр. Америка оларға қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, олар мұнайын береді және өзінің территорияларында әскери базаларын орнатуға рұқсат береді. Бірақ бұл әскери базалар Иранға тікелей қауіп төндірген жоқ болатын осы кезге дейін. Соғыс басталардың алдында араб елдері Америкаға жалынды, соғысты бастамаңдаршы, біздің мына әскери базаларды қолданбаңдар, шығып кетіңдер деп. Барлығы шығып кетті, бірақ соның өзінде араб елдері осы қақтығыста таяқ жеді және де ең көп зардап шекті. Араб елдерінің қауіпсіздігін осы кезге дейін Америка қамтамасыз етті, Европамен байланысты НАТО бар. Бірақ олар келісті. Яғни мына араб елдерінің монархиялық режимдері бар ғой, билігі. Сол биліктің бейбіт түрде жалғасуына Америка гарантия береді. Ал олар өз кезегінде Америкамен қауіпсіздік саласында сатып алады кейбір қаруларды, немесе әскери базаларды орналастырады, және де мұнайының жартысын Америкаға беріп отырды. Сөйтіп бұлар бай, тиімді жағдайда өмір сүріп келді. Әлемдік экономиканың негізгі орталықтарының бірі болды. Иранның стратегиясы, тіпті оның артында тұрған бәлкім Қытайдың да стратегиясы, осы араб елдерін Американың қолтығындағы, қанатының астындағы мемлекеттер болудан шығып, өздеріне де тәуелді етуді. Яғни Иран егер шынайы кірісетін болса, таяу шығыста ықпалы артады осы араб елдерінде. Онсыз да артып отыр. Йемен, Ливан, Ирак, Сирия, бірақ деструктивті түрде артады да Иранның
ықпалы. Өйткені олардың тықпалайтыны өзінің шиизм идеологиясы. Ал халықтың көбісі уже сунни ғой. Сондықтан да ол үлкен бір қайшылық бар. Және де араб елдерінің мына тұрақтылығын қамтамасыз еткен Америка екенін айтуымыз керек. Қалай болғанда да ұнасын, ұнамасын. Сондықтан да олар сондай бай болды. Ал кім, қандай режим Америкамен тікелей жұмыс жасамады, айталық, Ирак немесе басқа да Сирия болды кезінде, проблема жасаған, Ливия болды. Олар проблемалы мемлекеттерге айналды, олар соғыстың ошағына айналды, өзіңіз көргендей. Сондықтан да бұл жерде Иранмен қоса Израильдің де стратегиялар туралы айтуымыз керек. Яғни араб елдеріне Иран да, Израиль де пәле болды негізі. Өйткені Америка Иранмен қорқытады арабтарды, сөйтіп өзінің қаруларын сатып алғызады арабтарға. Арабтар өкінішке орай өздерін қорғай алмайтын мемлекеттер болып отыр, бірақ қаржылар өте көп. Олар құралады. Шынайы егер Түркия сияқты немесе Пакистан сияқты араб емес бір мемлекеттің етегіне жармасып, соның әскери жүйесі негізінде өзінің қауіпсіздік жүйесін қайта құру ықтималдығы бар. Америка бұл жерден толық кетіп қалмайды. Кеше Ұлыбританияның премьер-министрі Стармер Сауд Аравия әмірліктерге барды. Сол сияқты Кая Каллас, Еуропаның сыртқы істер министрі де барды. Сауд Аравия принципімен кездескен кезде айтты, 4 рет айтты, біздің қауіпсіздік жүйеміз бір-бірімен тығыз байланысты деді. Яғни біз жаңа айтып өткендей, Америкаға бағынбаған Европа және де мына таяу шығыс елдері, олар бір-бірімен өзара байланыстарды нығайтады. Яғни Америкаға міндетті түрде жалтақтаудың қажеті жоқ. Американың сыртында да, әсіресе Сауд Аравия осындай жұмыстар жүргізе алады. Әмірліктер Израильмен жұмыс жасайды, Индиямен жұмыс жасайды дегендей. Сондықтан да аймақта көп қатпарлы, көп қабатты архитектура қалыптасып жатыр. Қауіпсіздік архитектурасы бұл біздің орталық Азия үшін өте қызық, өйткені бұл мемлекеттер бізге ұқсайды, араб мемлекеттер. Өзінің қауіпсіздігін өздері қамтамасыз ете алмайды, міндетті түрде үлкен бір мемлекеттің етегіне жармасады. Біз де сөйтіп отқан жоқпыз ба? ОДКБ-ға кіріп отырмыз, басқа да мысалдарды айтуға болады. Енді осы тұста Түркі мемлекеттер ұйымы, ОТГ, яғни Түркі мемлекеттер ұйымының маңызы артатын түрі бар, әрі Қытай үшін. Қытай қазір қатты зерттеп жатыр осы ұйымды, және сонымен қоса Евразияда қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жаңа бір қауіпсіздік провайдері қажет болады. Мысалы, таяу шығыста жақында Зеленский келіп кетті, өзінің экспертизасын, Украинадағы соғыс тәжірибесін осы араб елдеріне сататын болды. Антидрон, басқа да қорғаныс жүйелерін. Сол сияқты қазір әлемде бұрынғы архитектура бұзылып жатыр. Бұрын көбінесе таяу шығыста мықты болатын елдер кімдер еді? Ол Америка, Европа, жаңағы Ресей деген сияқты елдер мықты болатын. Ал қазіргі кезеңде Иран ол жерде мықты болуы мүмкін болашақта, және де ылғи ол солай болады. Қытайдың рөлі артады, және де сонымен қоса орталық Азияда ол жерде өзінің белгілі бір рөлін атқару керек деп мен ойлаймын. Өйткені үйренетін тұстарымыз бар. Олар қалай қауіпсіздікке өздері қамтамасыз етейін деп жатыр, қандай автономияны құрайын деп жатыр, стратегиялық автономия, қауіпсіздік жүйесін қалай олар құратын болады, қандай партнерлермен жұмыс жасайды деген сияқты. Біз үшін де маңызды, өйткені түркі мемлекеттері ұйым ретінде, орталық Азия ретінде біз де қауіпсіздік өзіміздің партнерлерімізді көбейтуіміз керек. Ол бірінші Түркия болады әрине, жақында Пәкістанмен жақындастық, болашақта Үндістан да болады, Қытай бір кезекте, одан кейін басқа да елдермен біз жан-жақты осындай қауіпсіздік, әскери байланыстарымызды нығайту беруіміз керек деп ойлаймын. Өйткені әлем бұрынғы біз ойлаған иерархиялар, горизонталды, вертикалды иерархиялар бұзылып, горизонтал болып қалды. Кез келген елмен біз өзіміз тікелей барып жұмыс жасай аламыз. Сіз бағана айтып кеткеніңіздей, соңғы жылдары Түркияның белсенділігі де артып келе жатыр, иә, әскери, саяси және дипломатиялық бағытта. Ал Пәкістан да кейбір процестерге белсенді қатысып жатыр. Оның халықаралық аренаға ықпалы арта ма, қалай ойлайсыз, Пәкістанның? Дәл қазір кезеңде Пәкістан соңғы бір аптаның ішінде әлемдік бір делдал мемлекетке айналып кетті. Пәкістан маңызды, өйткені ядролық қаруы бар. Былтыр ғана Үндістанның бетін қайтарып соғысқан болатын. Және де Пәкістан Қытайдың осы аймақтағы қолбаласы СПЕК деген жоба бар. Қытай Пәкістан арқылы жібек жол өтеді. Және сонымен қоса Пәкістанның Түркиямен, Әзербайжанмен, орталық Азиямен тығыз байланыстары бар. Сауд Аравиямен, жаңа айттым, Қатармен, басқа да елдермен. Сондықтан да Пәкістан әр таяу шығысқа жақын, оңтүстік Азиядағы, орталық Азияның ортасында Иранның көршісі ретінде маңызды рөл атқарады, яғни балансир рөлін атқарады. Иранға
тепе теңдік сақтайтын. Түркия да солай біз үшін сүнни мемлекеттер. Сондықтан да Пәкістан өте маңызды. Пәкістанның моделі өте маңызды. Болашақта қандай жолмен жүреді деген. Иран болашақта трансформациядан өтіп режимі Түркияның моделімен жүре ма, жоқ әлде Пәкістанның моделімен жүре ма, ол да маңызды. Мысалы Ксир қазір билікті қолына алды молдалардан, қазір елді басқаратын Ксир, олар қазір Пакистанның рөлімен жүре ма, яғни әскерилер басқаратын сондай бір саяси модельді қалыптастыра ма, жоқ әлде кішкене зайырлығы қарай өтіп билікті Пезешкиянға беріп Түркияның моделінде жылжи ма деген сұрақтар бар түріктің сарапшыларының арасында. Жалпы алған кезде Түркияның рөлі өте маңызды деп мен ойлаймын. Түркиямен өте жақын жұмыс жасауымыз қажет, өйткені әскери әлеуеті бар. Сонымен қоса Түркия үшін жаңа бір мүмкіндік бұл. Өйткені Иран егер аймаққа мардымды бір идея ұсына алмайтын болса, Түркия ұсыну керек та оны. Яғни бейбіт түрде, барлығымен жақсы, прагматизмді дамыта алатын мемлекет ол Түркия болуы мүмкін. Енді Ираннан прагматизм күттік осы кезге дейін, болашақта енді күтеміз әлде, бірақ білмеймін, ол Иранның басындағы мемлекеттің басындағылар прагматик бола ма, жұмсара ма, кішкене трансформацияны өте ма, маңайымен келісе алатын, көршілермен жақсы қарым қатынас құра алатын бір мемлекетке айнала ма, жоқ әлде керісінше одан әрі радикалдана түсіп, маңайына қоқан-лоққы күшін көрсетіп, болашақта тіпті ядролық қаруға ұмтылып, немесе басқа да қаруларын дамытып, Таяу Шығысқа немесе басқа аймақтарға тисе ма деген сияқты сұрақтар да әрине бар. Қалай болғанда да аймақтағы динамикалар ол қазір сақталады. Израиль өз орнында, Иран өз орнында, екі жақта белгілі сабақтар алды, араб елдері ащы сабақ алды. Әсіресе араб елдері үшін өте үлкен бір оқиға болды деп мен ойлаймын. Шынайы бетпердені ашып, Американың толық мағынада араб елдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмайтыны барлығына көрінді деп мен ойлаймын. Сондықтан да аймақта үлкен қозғалыс бар. Европа және де осы Таяу Шығыс аймағы өте маңызды бір аймақтарға айналып жатыр. Осы тұста мына біздің Орталық Азия тұрғысынан келген кезде мына Каспий аймағы маңыз артатын болады. Болашақта мына Иран соғысы аяқталғаннан кейін КТК маңайы, біздің батыс Қазақстанымыздың стратегиялық рөлі арта беретін болады. Орта коридор деп жатырмыз қазір. Мына Ормұз бұғазының жабылып қалуымен бұл әңгіме бітпейді. Өйткені біз логистика туралы айтуымыз керек. Яғни аймақтық, жаһандық державалар логистика үшін де соғысып жатыр бұл жерде. Жаңағы Ормұзды жауып тастауы бұл Таяу Шығыс Үндістан жобасында жауып тастады. IMEC деген жоба бар. Индия, Middle East және де мына Европа деген үлкен коридор бар. Оны Израиль бар, Сауд Аравия бар. Қазір бірнеше жолды ойластырып жатыр. Айталық, мына әмірліктерде Фуджейра деген қала бар, мына Оман бұғазында. Содан кесіп өтіп, жаңағы Катар жаққа дейін жетіп, Сауд Аравия арқылы құммен Янбу порты арқылы Израильдің үстінен Европаға шығып кететін бір жол бар, жобасы. Ол қазір жұмыс істей бастады. Сонымен қоса Үндістан мен Таяу Шығысты Европаны жалғайтын Американың үлкен жобасы туралы айтып отырмыз. Және ол Қытайдың бір жол, бір белдеу, жібек жол жобасына конкурент, бәсекелес деп айтып отырмыз. Яғни біздің орта коридорымыз не болады? Әзербайжан арқылы, Транскаспий арқылы осының маңызы артатын сияқты. Өйткені бұл Ормұз бұғазында егер Иран кемелерді қадағалайтын болса, әр кемеден қаражат алатын болса, ол тұста көп кеме өте алмайды деген сөз. Бұрынғыдай басқа альтернатива балама жолдарды іздей бастайды. Осы тұста біздің осы Қазақстан арқылы өтетін қара жол, құрлық жолы маңызы артама деген үміт бар. Қалай болғанда да Орталық Азия ретінде, Қазақстан ретінде біз оңтүстікке қарай осы Иран арқылы, бәлкім болашақта Каспий теңізі арқылы шығатын жолдарымызды ойластыра бергеніміз дұрыс. Сол бағытта, сол жобаларымызды ілгерілете бергеніміз дұрыс деп мен ойлаймын. Біз осы қақпаннан шығуымыз керек, географиялық қазір тупикте тұрмыз. Осындай жағдайдан шығуымыз керек, тек қана КТК ғана байланып қалуға болмайды. Өйткені КТК жабылған күнде біздің экономикамызды бір күнде бітеледі. Ормұз бұғазы сияқты. Ормұз бұғазы бүкіл әлемдегі үлкен демографиясы бар халықтар үшін үлкен зардап алып келді. ASEAN мемлекеттер, Африка, 100 миллиондаған халық қазір қаражат жетпей отыр. Араб елдерінің өзіне су жетпеу, азық-түлік жетпеу мәселесі қазір көтеріліп отыр. Демек, Иран расында да
пират мемлекет сияқты, гарнизон мемлекет сияқты қаласа жауып тастайды, шантаж жасайды. Бұл енді бүгінгі күннің геосаяси шындығы осындай. Өйткені реализм өтті ғой, Трамп шынайы реализм өтті, қоғамдық көрсетті, Иран да көрсетеді демек. Басқа елдер де көрсетеді деген сөз. Сонда қарап отырсаңыз, ешкімге қарайын деп отырған жоқ, ешкімді аяйын деп отырған жоқ мына қазіргі бүгінгі геосаяси жағдайда. Сондықтан да осындай сюрприздер бола береді, қақтығыстар көбейе береді. Өйткені бәрінің беті ашылып кетті. Шындықты барлығы айта бастады. Бұрынғыдай жасыру деген жоқ. Американың рөлі әлемде жалпы әлсіреп жатқаны туралы мойындап айтуымыз керек. Енді Қытайдың да рөлінің артып келе жатқанын да айтамыз ғой. Сонда біз өте сақ болғанымыз дұрыс. Өйткені егер Иран өзінің аймағында күшейетін болса, бұл біздің Каспий аймағымызға қалай әсер етеді, біздің орталық Азияға қалай әсер етеді, бізді үш жақтан қыспай ма, үш держава деген ойлар да бар. Сонда қарап отырсаңыз, бізге бағынбайтын немесе бізге тәуелді емес үлкен бір оқиғалар болып отыр. Бұның әсерлері бізге қатты болады. Және де Қазақстан тұрғысынан алған кезде қалай болғанда да біз изоляцияда қалмауымыз керек. Географиялық изоляция, мен айтып отырғандай, техникалық, немесе рухани, ақпараттық, саяси изоляцияда қалмауымыз керек. Біз сол изоляциядан тесіп шығып отыруымыз керек. Әлемдік мына прогрессивті әлемдік қауымдастық бар ғой. Сондықтан да Қазақстан үшін, орталық Азия үшін өте үлкен сын қатерлер туатын заман келе жатқан сияқты көрінеді. Жан-жақтан ақпараттық, саяси қысымдар арта беретін болады. Сондықтан да біз осындай жағдайға дайын болуымыз керек. Сыртқы саясатымыз жылдам қимылдар жасау керек, анализдер дәл болу керек, және де баламалар көп болу керек. Қазіргі геосаясатта жалпы логистикалық және экономикалық жобалар маңызды рөл атқарып жатыр. Бағана сіз айтқан бір белдеу, бір жол деген жоба және IMEC жобасы, олардың арасында қандай бәсеке бар? Олардың арасында мына тауарлардың тасымалы бойынша үлкен бір бәсеке бар. Жалпы мына геосаясат, мына үлкен күштер қалай бір-бірімен бәсекелеседі? Бірінші кезекте ресурстар. Қай елде ресурс бар? Орталық Азияда ең бай ел Қазақстан. Демек, осы Қазақстан үшін белгілі талас болады деген сөз. Ол анық. Екінші мәселе, сол тауарларды алып кететін жолдар. Мысалы, неге Парсы шығанақ елдері әлемдік экономикасының басты орталықтарының бірі деген сияқты. Сол сияқты Ормуздың жабылуы, бұл бір жағынан қарасаңыз блокада, және де мына Американың одақтастарына деген үлкен бір белгі. Яғни, біз айтып өткен логистикалық күрестің нақты бір көрініс деп айтуға болады. Болашақта бұл аймақта Қытай өзінің рөлін арттыруы мүмкін, осы Иран арқылы, жақын ғой қарым-қатынастары. Ал енді жаңа біз айтып өткен Үндістан бар, жаңағы Таяу Шығыс, Еуропа, үшеуі де ірі нарық қой. Американың үлкен жобасы бұған кедергі жасап тұр да бұлар. Демек, бұл жерде біз логистика туралы айтуымыз керек. Өйткені Сирия соғысының негізгі себептерінің бірі баяғыда екі бәсекелес жолдың себебінен пайда болған. Жаңа Қатардың газ жобасы бар, Сирия арқылы, одан кейін Иранның Сирия арқылы жобасы бар. Сирия үшін болды ғой соғыс, яғни негізгі өткел. Сол сияқты мына жерде Ормуз бұғазы үшін болып тұр. Теңіз жолдары. Демек, бұл жолдардың маңызы өте зор. Өйткені баяғыда тарихта Ақсақ Темірдің өзі барып, мына түріктің Баязид императорымен соғысқан кезде негізгі себеп сол жібек жолы үшін болған. Жібек жолын жауып тастаған, ол ашу үшін барған деген сияқты, тоқтамыспен соғысқан деген сияқты. Жолдар үшін болады. Үнемі империялардың арасындағы соғыс осы жолдар, логистикалық өткелдер, сауда жолдары үшін болады. Ресурстар деп айттым жаңа, ықпал аймақтары, және де әлемдік географияның өте маңызды нүктелері болады. Осы Ормуз бұғазы сияқты, немесе Каспий сияқты, немесе Қара теңіз деп айтайық, Суэц каналы деген сияқты. Сол Малакка бұғазы деген сияқты. Міне, соғыстар осындай маңызды өткелдер үшін болады. Енді болашақта мына біздің Каспийіміз ашыла ма? Ол жолды біз үлкен даңғыл жол ретінде аша аламыз ба? Үлкен геосаяси күштерінде мақұлдаумен тікелей байланысты. Сондықтан да бұл жолдарға деген конкуренция, талас бола береді. Қытайдың жібек жолына бұл бір жағы қарасаң, оның алдында американдықтар үлкен бір кедергі келтірген болатын. Кавказда күшейді олар. Қытайдың Европаға баратын жолына
тосқауыл жасау сияқты жоспарлар болды американдықтардың. Өйткені Қытай егер Европамен ағыл тегіл алыс беріс барыс келісті күшейтетін болса, ол Америка ешкімге керек болмай қалады. Сондықтан да ол жерде кедергі жасайтын тұстары бар. Несібен деп ол жағдайда нәсіпсізде қалуымыз мүмкін, яғни оқшау, әлемдік экономикадан оқшау деген сияқты нарықтар үшін күресу керек, жолдар үшін күресуіміз керек деп ойлаймын. Соңғы әскери қақтығыстар соғыстың сипатын өзгергенін көрсетеді, әсіресе жаңа технологиялар. Жалпы алғанда қазіргі соғыстардың негізгі ерекшеліктері неде деп ойлайсыз? Соғыстар әртүрлі. Кеше Қарабақ соғысын көрдік. Алғашқы түріктің байрақтары қолданылды. Түркі соғысы болды. Ол жерде үлкен бір үлгі-өнеге көрсеттік. Сол сияқты Украина соғысы бұл соғыстың танктермен, ұшақтармен емес, технологиямен, дрондармен, басқа да жасанды интеллект сияқты жаңа технологияның қолданысын алып келді. Жаңа бір леп алып келді. Үшінші леп мына Иран соғысы болып отыр. Ол жерде космос технологиясынан бастап бүкіл мынау барлау, ақпараттық пропаганда дейсіз ба, жасанды интеллект дейсіз ба, алгоритмдер, бүкіл технологиялар қазір қолданып жатыр осы алаңда. Және Иранда өзінің осал еместігін көрсетті. Демек оған Қытай, бәлкім Ресей космос жағынан немесе басқа да жасанды интеллект жағынан көмектескен шығар деп мен ойлаймын. Бұл технологиялық соғысқа айналды. Мына Иран соғысы кеше ядролық мәселе, баллистика бойынша келісе алмау мәселесін ол жаһандық экономикалық проблемаға айналдырып жіберді. Үлкен стагнацияға алып келетіндей жағдай, үлкен шоктар алып келді, бітеп тастады әлемдік экономиканы. Сондықтан да география факторы өте маңызды. Иранның қолында үлкен география бар. Сонымен қоса идеология да маңызды екенін көрсетіп отыр. Қысқаша айтқан кезде бұл идеологиялық ақпараттықта соғыс, бұл нарратив үшін соғыс, танымдық соғыс, бұл технологиялық соғыс, бұл жасанды интеллекттер соғысы, бұл экономикалық, энергетикалық соғыс деп айтуға болады. Өте ауқымды соғыс болды. Барлық қырларын жеке-жеке қарастырып өтуге болады. Азық-түлік, ауыл шаруашылығы, тауарлардың өтуі деген сияқты, су мәселелері деген сияқты мәселелердің бәрі қабаттасып кетті. Қазір енді тіпті туризмге дейін қатты әсер етті. Яғни жаһандық экономиканың сипаты, құрылымы өзгеріп жатыр. Бұл тек қана мына геосаясат, жолдар ғана емес, экономикаға да құрылымдық бір өзгерістер алып келетін түрі бар. Жаңадан нишалар пайда болады, жаңа ойыншылар пайда болады. Кейбір ойыншылар өзінің нишаларынан айырылып қалады, басқа ойыншылар келеді, тартып алады оны деген сияқты. Қысқаша айтқан кезде үлкен бір джунгли заңы, кім күшті, кім епті, кім тез, жылдам, икемді, солар ұтатын заман. Мына жылдамдығы жоғары соғыс деп айту керекпіз. Жылдамдығы жоғары соғыс, сюрпризерге толы соғыс болды бұл. Бұл расында да шығындар соғысы, кім-кімге үлкен шығын бере алады деген. Мысалы айталық, Украина соғысының өзі соңғы кезде мына энергетикалық порттарға, одан кейін орталықтарға соққы жасаумен өтіп жатыр ғой қазір Украина. Ресейдің энергетикалық саласын құлдыратып жатыр Украина. Сол сияқты кеше Иранда араб елдерін, Америкада Ирандікін, Израильдікін ұрып жатыр. Сондықтан да бұл болашақта соғыстың келбеті, сипаты қатты өзгерді деген сөз. Бұл өте ақылды соғыстар заманы, өте икемдікті қажет етеді, бұл ақылды қажет етеді. Сонымен қоса ақпарат, барлау, жасанды интеллект дейсіз бе, соғыстың сипаты өзгеріп кетті. Бұл Қазақстан сияқты мемлекеттер үшін бұл үлкен сын-қатерге алып келеді. Өйткені шынайы соғыс жағдайында бейімделген мемлекеттер, Украина, Иран, басқа да елдер, олар соғыстың ащы дәмімен қоса, олар нақты тәжірибе алып отыр да. Олар бізден соғыспай отырған мемлекеттер оқ бойы алда. Олар кез келген жағдайға дайын болады ертең. Ал Қазақстан сияқты мемлекеттер бейбітшілік жағдайында ұйықтап қалмау үшін біз инструкторларымыз жібере отырып, Украинаның кейбір инструкторларын шақыруымыз керек, жаңағы Иранның немесе басқа да араб елдерінің, жаңағы Израильдің басқа да елдермен жұмыс жасауымыз керек деп мен ойлаймын. Яғни не болып жатыр? Шынайы соғыс майданында қалай қазір соғыс технологиялар қалай пайдаланып жатыр? Қандай сын-қатерлер бар? Қандай проблемалар бар деген сияқты. Өйткені бүгін дайын болмасақ, ертең өте кеш болуы мүмкін. Сондықтан да бұл өте маңызды. Қазіргі мына әскери сала технологиялық саламен тікелей байланысты болып кетті. Яғни технология саласында егер білетінің болмаса, икемің болмаса, ол жағдайда ертең соғыс туралы айту тым кеш болады. Сондықтан да
білім, технология, соғыс, индустрия, өндіріс, ақпарат, жасанды интеллект, қоғам, идеология, таным, барлығы, психология барлығы байланысты болып кетті. Ал осындай өзгерістер кезінде әр мемлекет өзінің сыртқы саясатына бейімделуге мәжбүр, иә? Қазақстан қандай бағытты ұстану керек деп ойлайсыз? Қазақстан көп векторлы саясатын ұстанып жатыр ғой. Барлығымен жақсы деген сияқты. Бірақ енді барлығымен дос бола алмаймыз. Оны бір түртіп қоюымыз керек. Біз нақты өзімізге керек мемлекеттермен жұмыс жасауымыз керек. Өзіміздің ұлттық мүддеміздің негізінде Каспий аймағына, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстанға қатты мән беруіміз керек деп мен ойлаймын. Және Орталық Азиямен жұмыс жасауымыз керек. Орталық Азия бүгін президентіміз қателеспесем Өзбекстанның Бұхара қаласына бара жатыр. Ол тұста әсіресе өзбектермен, мына ағайын қырғыз халқымен, жаңағы Әзірбайжан бар, Түркия бар, өзімізге жақын елдермен шынайы тең және шынайы сенімді қарым-қатынасқа өтуіміз керек деп мен ойлаймын. Өйткені жеме-жемге келген кезде бізді қорғайтын, бізге көмектесетін кім деген сұрақты қоюымыз керек. Және сонымен қоса әрине Ресейдің қауіпсіздік органдарында отырмыз, ОДКБ басқа ұйымдарда. Қытаймен жақын экономикалық қарым-қатынастамыз, Батыспен де, Израильмен де, араб елдермен де, Түркиямен де белгілі структураларда отырмыз. Сондықтан да осымен ғана шектеліп қалмай, біз анағұрлым жылдам сыртқы саясат жүргізуіміз керек деп ойлаймын. Іскер, бизнес-лайк және де өте пысық адамдарды осы дипломат ретінде қолдануымыз керек деп ойлаймын. Яғни командалар құру керек, жаңа тек қана бизнес емес, ақпаратпен жұмыс жасайтын және де жаңа көпірлерді құра алатын, жаңа байланыстарды құра алатын осындай нетворкинг желісін қалыптастыруымыз керек. Мысалы Үндістанмен, Израильді айттым, немесе басқа да Пәкістанды айтып жатырмыз. Сол елдерге арнайы елшілерімізді жіберіп, ол жақтың тәжірибесін үйрену, ол жақтан технология алып келу, әскери салада, басқа салаларда жақсы жұмыс жасауымыз керек деп мен ойлаймын. Және сонымен қоса мына заманның ағымына ілесу де өте маңызды. Бұрынғы бюрократиялық, бұрынғы конвенционалды, жайбасар дипломатияның уақыты кетіп бара жатыр қазір. Тез жылдан барып шешетін дипломаттар қажет қазір бізге. Өте икемді, мына жылдамдық өте жоғары геосаяси жағдайда біз күтіп отырмай, біз алдын орап өтуіміз керек. Біз Қытай, Ресей сияқты ебедейсіз, дәу мемлекет емеспіз. Біз тез қимылдай алатын мемлекетпіз. Біреудің көңіліне қарамауымыз керек, өзіміздің жағдайымызды ойлауымыз керек, өзіміздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуіміз керек деп ойлаймын. Өзіміздің еліміздің жағдайымызды не болады, біздің еліміздің санасы, ақпараттық алаңы өзіміз қалыптастыруымыз қажет, өз нарративтерімізді өзіміз дайындауымыз қажет деп ойлаймын. Көрші мемлекеттердің бір ықпалында кете берудің қажеті жоқ. Және де өз халқымыздың жағдайымызды ойлауымыз керек деп ойлаймын. Және сыртқы саясатта көп векторлы саясатпен бірге өте икемделгіш, жоғары жылдамдықтағы сыртқы саясат жүргізуіміз керек деп ойлаймын. Рахмет, Жанат мырза. Жалпы соңғы сұрақ болсын. Алдағы жылдары әлемдегі күштер балансы қалай өзгеру мүмкін деген сұрақ туындайды, иә? Алдағы бір 5-10 жылда әлем қандай бағытта дамиды деп ойлайсыз? Менің ойымша әлем фрагментацияланады. Әр технологиялық жағынан, экономикалық жағынан, блоктар түрінде дамуы мүмкін, бірақ ол Қазақстанның сыртқы саясатына сай емес. Қазақстан әр уақытта блоктардан аулақ болуға тырысады. Қалай болғанда да үлкен мынау Америка мен Қытайдың арасындағы үлкен текетірес арта беретін түрі бар. Сонымен қоса мына жаңа авторитарлы мемлекеттердің рөлі арта беруі мүмкін. Және де Европа одағының, Ұлыбританияның рөлдері жаңаша қалыптасуы мүмкін. Таяу шығыста жаңа қауіпсіздік архитектурасы қалыптасуы ықтимал. Және де Орталық Азияның рөлі арта береді деп мен ойлаймын. Орталық Азия үшін талас күшейе береді. Қытайдың рөлі осы Ресейде, бәлкім Орталық Азияда, бәлкім таяу шығыста арта беретінге ұқсайды. Бұл Американың рөлі мүлдем тез құлдырап кетеді дегенді білдірмейді. Олар да сақтауға тырысады. Сондықтан да Американың рөлі кішірейгенімен икемделіп жаңа жағдайға өзінің бар күшін сол өзінің қос Америкасына салады. Европаны
Еуропа өзі қамтамасыз ететін болады. ВПК әскери жағынан өндіріспен, Украина, Ресей мәселелерінің өздері. Сол сияқты Иран мәселесінде де парсы шығанақ елдері, Израиль, басқа да ірі аймақтық державалар, сунни державалардың рөлі артады деп мен ойлаймын, баланс үшін. Сонымен қоса Үндістанның рөлі артады. Үндістанға қатты мән беруіміз керек. Пакистан, Оңтүстік Азия, ASEAN, Африка нарықтарының маңызы артады. Сондықтан да мына жаңадан қалыптасып жатқан мына әлемде Қазақстан өзінің орнын ойып тұрып алу үшін қазір өзінің мәдениетіне, өзінің жалпы тіліне, экономикасына, халқының жағдайына қатты мән беріп жатыр деп мен ойлаймын. Солай мән бере беру керек деп ойлаймын. Сонымен қоса мына жаңадан өзгеріп жатқан әлемге бейімделу мәселесі бар. Яғни бұл жаңа заман, бұл глобализация деп айта алмаймыз бұны. Бұл үлкен қырғи-қабақ соғысы дәуір деп айту керек шығар. Қытай мен Американың арасындағы бізге қысым күшеюі мүмкін, екі жақты тараптың бірін таңда деп. Сол жағдайда біз екі тарап таңдамауымыз қажет, біз үшінші жол таңдауымыз қажет. Ол үшін басқа да нейтрал жаһандық оңтүстік сияқты басқа да жаһандық державалармен жұмыс жасауымыз керек деп мен ойлаймын. Бұл әлемнің осындай тұрақсыз келбеті алдағы жылдарда 20-30 жылға жалғасуы мүмкін. Трамптың алып келген хаосы бұл тұрақты нәрсе, бұл тұрақсыз бүгін ғана бар, ертең кетіп қалатын нәрсе емес. Сондықтан да біз осындай жаңа тұрақсыз жағдайға кірдік. Осыған бейімделуіміз қажет. Өзгерістердің жылдамдығы өте жоғары болады. Технологияның дамуымен және де әлемнің бір-біріне кірігуімен, интеграциямен бірге үлкен сын қатерлер туындай беретін болады. Соған бейімделуіміз қажет деп ойлаймын. Және Қазақстан оған Құдай қаласа дайын деп те айтқым келеді. Бірақ соны сол дайындығымызды нығайтуымыз керек. Рахмет, көп рахмет Жанат мырза. Уақытыңызды бөліп, бізбен бірге байланысқа шыққаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Бүгін біз әлемдік геосаясаттағы өзгерістер мен жаңа халықаралық тәртіптің негізгі бағыттарын талқыладық. Арнамызға жазылып, эфирге лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, құрметті көрермендер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс.